Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен ана тілі оқулығындағы 51-ші жаңа сабаққа қараймыз. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Наурыз көже. Наурыз мейрамының басты тағамы наурыз көже. Наурыз көже азықтың 7 түрінен жасалады. Олар бидай, тары, күріш, су, ет, тоз, сүт тағамдарынан. 7 түрлі дәмнен жасау халықтық дәстүрден шыққан. Наурыз көже беру дәстүрі дәм таттыруды білдіреді. Қазақтың салт дәстүрлері мен әдеп ғұрыптары кітабынан алынған. Балалар, наурыз мейрамының басты тағамы не екенін білесіңдер ме? Дұрыс айтасыңдар, наурыз көже азықтың 7 түрінен жасалады. Олар бидай, тары, күріш, су, ет, тоз, сүт өнімдері. 7 түрлі дәннен жасау халықтың дәстүрден шыққан. Яғни барлық адамдар осы наурыз көжені 7 түрлі азықтан жасайды екен. Наурыз көже беру дәстүрі дәм таттыруды білдіреді. Яғни барлық көрші қолаң, ауыл айнала барлығы наурыз көжеден дәм татады. Олай болса, екінші жаттығуға назар аударайық. Көркем жаз дәптерімізді ашып, дәл осылай көркем жазамыз. Ұлыс береке берсін. Яғни ұлыс наурыз мейрамы, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп аталарымыз бата береді. Енді үшінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді жақшадағы әріптің тиістісін қойып көшіріп жаз дейді. Бүгін жаңа күн келді. Бүкіл әлем гүлденді. Яғни тиісті әріптерді қойып, мына жақшаның ішінде тұрған әріптерді қойып, сөздерді жазамыз. Яғни бүгін жаңа күн келді, қарпын, бүкіл әлем гүлденді, қарпын қояды екенбіз. Күн менен түн теңелді, ғалам нұрға бөленді. Өте керемет өлең беріліпті, осы өлеңді жаттап аламыз. Бүгін жаңа күн келді, бүкіл әлем гүлденді, күн менен түн теңелді, ғалам нұрға бөленді. Яғни наурызда күн мен түн теңелетін, барлық жер гүлденетін күн екен. Жақсы балалар. Ал енді сөздердің бір-бірімен байланысуын үйрендік па? Есімізге түсіре аламыз ба? Яғни сөйлемдегі сөздерді бір-біріне байланыстыра отырып, сұрақ қою арқылы бір-бірімен байланыстырады екенбіз. Мысалы, бүгін жаңа күн келді дейді. Бүгін қашан келді? Яғни бүгін. Қандай күн? Жаңа күн. Яғни сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен сұрақ қою арқылы байланыстырамыз. Бүгін келді, қашан келді? Бүгін келді. Қандай күн келді? Жаңа күн келді. Жақсы балалар, олай болса. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.